Көктемнің алғашқы күнінде жастар бастамаларын дамыту орталығы Кекс Жасмин кофейнясымен бірлесе отырып, демалыс күнге қарамастан қызметте жүрген қоғамдық көлік жүргізушілері, тәртіп сақшылары мен қалалық аурухана қызметкерлеріне сөздің тура мағынасында жылу сыйлаумен, тегін шай мен кофе таратумен бастады. Қызмет етіп жүре беріңіздер, алмаңыздар. Әмін рахмет сіздерге де. Сізді құттықтаймын. Рахмет, сізді тоже құттықтаймын алғыс күніңізбен. Бірінші март құтты olsun. Рахмет. Жастар бастамаларын дамыту орталығының ерікті жастары болып, осы қаламызда осы қызмет көрсетіп жүрген, біздің қаламыздың тыныштығын сақтап жүрген, тазалығын сақтап жүрген, жалпы қызмет көрсетіп жүрген жандарға жалпы ақыс айту күніне жылу сыйлап бір жағынан алғысымызды білдірген болатынбыз. Бұл енді науқан бірінші рет емес ұйымдастырылып отқан. Осы уақытқа дейін, осы қыс мезгілі басталғанға дейін бізде әртүрлі қызметкерлерге, жаңағы коммуналдық қызметкерлерге шай таратылды. Алғысымызды білдірдік. Дәл осындай енді күннің суығында қызмет көрсету әрине оңай емес. Біз енді келешек біздің жастарымызға да үлгі болсын деп дәл осындай жақсылық акциясын ұйымдастырудамыз. Жақсылық жаса науқаны алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Қарапайым игі істер қоғамдағы үлкен өзгерістерге бастау болатынын көрсетіп, қайырымдылық пен мейірімнің шынайы үлгісіне айналары сөзсіз.